Қайырлы күн. Мен Алматы мемлекеттік көлік және коммуникациялар колледжінің автоматика, телемеханика және қозғалысты басқару мамандығының арнайы пәндер оқытушысы Салимова Салтанат Нұрсұланқызымын. Қашықтықтан оқыту барысында көліктегі байланыс техникалық құралдары пәні бойынша DX500 аспабының құрылғысы тақырыбын ұсынамын. Миником DX коммутациялық жүйе дегеніміз операциялық және технологиялық жүйелердің байланысы. Сонымен қатар ДЭЧ-тетра сымсыз кеңейтіндерінің интеграциясы, NMS байланыс жүйелерін басқаруға және басқаруға арналған бағдарламалық жасақтама. Миником DX500 әмбебап корпоративті телекоммуникациялық платформа. Миником DX500 станциялық және жедел телефон байланысы үшін барлық қажетті сыртқы және абоненттік интерфейстерді қолдайды. DX500 сандық жедел технологиялық байланыс жүйесі автоматтандырылған станция ішілік кіру және шығу байланысын сандық аналогтық және аналогтық жүйелерде автоматтандырылған және жартылай автоматтандырылған аймақтық, қалааралық және халықаралық байланысты, сонымен қатар арналардың коммутациясы мен жүйелеріндегі мәліметтердің станция ішілік шығу және кіруді және фиксимелді, сондай-ақ пойыздар қозғалысының технологиялық процесі мен маневрлік жұмысты тікелей жедел басқаруға арналған жедел технологиялық байланысты ұйымдастыруға арналған жүйе. Бұл жүйе мәлімет берудің кез келген жүйелерінің телефондық арналары, жеке кабельдік желілер мен 2048 килобайттық секундына бастапқы сандық тракт жұмыстарына есептелінген. 2048 килобайт бастапқы сандық тракт жүйесі барысында ОТС жүйесі желілік пункттерден жолдардың есептеу орталықтарына мәлімет беру, сонымен қатар үндестік телеграф арқылы хабарлауды ұйымдастыруды қамтамасыз етеді. DX құрылысының құрамына коммутациялық кешендер, диспетчерлік терминдер, қызмет көрсететін персоналды жұмыс орындарының аспаптары, басқыштар, түймелер, шығармалы динамикалар, микрофондар, сонымен қатар барлық телефондардың аппаратурасы және телефон аппараттары кіреді. Миником DX жүйесі сандық және сандық аналогтық жүйеде төмендегідей талаптарға сәйкес келеді. Сандық жүйеде Q511, G703 кепілдемелеріне сәйкес тарату және атқару станцияларындағы кешендердің және 2048 килобайт бастапқы сандық арналардың өзара біріктірілуін қамтамасыз етеді. Сандық және сандық аналогты жүйелерде ОТС жүйелері диспетчерлік, желілік жол және қосалқы станция байланысының топтық арналарын ұйымдастыруды қамтамасыз етеді. ОТС жүйелері диспетчерлік телефон байланысы, пойыздың радио байланысы, мәлімет беру, коммутациялық телефон байланысы, сонымен қатар әрқайсысында жұмыс істеу үшін ОЦК 64 килобайт 30 топтық арнасына дейін кез келген жедел орнату мүмкіндігін қамтамасыз ете алады. Назарларыңызға рахмет. Оқу процесінде жаңа технологияларды қолдана отырып, яғни DX аспабының құрылғысының функционалды мүмкіндіктерімен таныстырдым деп ойлаймын. Балалар, сіздерге үй тапсырмасы. bilim.kz сайтына кіріп, өздеріңіздің пәндеріңіздің ішіндегі осы тақырып бойынша жіберілген тапсырманы орындау.